17 қараша күні Ташкентте өтетін бокс кешінде рингке отандасымыз Мейірім Нұрсұлтанов оралатын болады. Неміс Винсент Файгенбутсқа қарсы өтетін жекпе-жектің жеңімпазы WBC белдігіне үміткер атанады. Батырымызға жеңіс тілей отырып, осы орайда Мейірімнің орыс боксшысына қарсы өтетін жекпе-жегіндегі техникалық сауаттылығын өздеріңізге ұсына кетуді жөн көрдік. Мейірімнің өмірбаяны мен соңғы өткен жекпе-жегі жайлы жеке видеоларды арнамыздан көрсеңіздер болады. Ал онда біз бастаймыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін Әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Біз айтқалы отырған жекпе-жек 2020 жылы 5 желтоқсанда Ресейдің Екатеринбург қаласында Мейірім Нұрсұлтанов пен жергілікті боксшы Илья Баландин арасында өткен болатын. Осы уақытқа дейін ақш-та өнер көрсетіп келген отандасымыз 13 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен. Әрі Америкада көптеген тәжірибе жинақтап, нағыз кәсіпқойға айнала бастаған кезі болатын. Ал Баландиннің мансабы мақтанарлықтай болмаса да, мінезді боксшы. Батырымыздың көңілін қалдырмай, лайықты қарсылық көрсете алады деп сенейік. Алғашқы минут бастала сала отандасымыз қарсыласын жеп соққылармен тексеріп көре бастайды. Жалпы Мейірім жекпе-жек басталарда ешқашан асыққан емес. Сол мәнерінде арасында оң қолын іске қосқаны болмаса, негізінен сол қолдың тура соққылармен жұмыс істеуде. Ресейлік боксшыға әзірше Мейірімнің жылдам жептерінен жалтарып үлгерудің сәті түспей жатыр. Де жақсы естіліп отыр деген ойдамыз. Бадди Макгерден, Педро Диастан тәлім алып жүрген әлем чемпионы болады деп өкілеп отырған үміттеріміздің бірі. Әдемі құлаштай ұрды қазір көріп отырмыз. Бұл сол джептердің нәтижесі ғой. Қазір әдемі құлаштап көмек болады. Міне бірінші раунд. Екінші раундта Мейірім прессингті іске қосып қарсыласына қысым көрсете бастайды. Әзірше соққысына салмақ салмай жеңілді сериялы соққылармен Баландиннің бетін қызартып та жібереді. Мінезді боксшылардың бірі. Міне жоспарсыз, мақсатсыз жасалып жатқан шабуылдар. Міне әдемі өтіп. 8 раундқа 10 раундта қарсыласын толығымен шығып жүр. Міне әдемі шегініп барып та жасаған соққысы өткен екен. Міне Мейірім тарапынан жасаған өтуде. Ой, әдемі джеп 2-1-дей. Қызарып кетті қазір Илья Баландиннің беті. Үшінші раундта Мейірім асықпай бастайды. Қарсыласын джеб арқылы шабуылға шығуға мәжбүрлеп, қарындас шабуылдармен күтіп алып отырған ол орыс боксшысымен ойнай бастайды. Лишь свой предпоследний поединок в рамках вечера. Алайда ойыннан жалыққан соң раунд ортасында ауыр соққыларды іске қосып, Баландинді бұрыштан бұрышқа қуа жөнеледі. Дегенмен орыс боксшысы да өз жерінде өліспей беріспейтіндігін байқатып қарсыласумен болады. Құлашта бұрғаны қарсыласының шамалы есеңгіреп қалған сезім сериясында да бұл жігіт өнер көрсеткен. Міне джептармен түртіп қазір қарсыласын бұрышқа тақап алып, қазір бұл кездесуді аяқтай салу міндетті емес, бірақ өзіне жекпе-жек кештері де сирек кетті. Сондықтан да бағана негізі 3-ші раундта Мейірім бұл кездесуді аяқтап тастауға жақсы. Төртінші раундта Мейірім қайтадан жеңіл сериялы соққылармен прессингті жалғастыра бастайды. Орыс боксшысының қимылынан шарасыздық байқалады. Жай қарсылық көрсету үшін шабуылдағаны болмаса, енді жеңіске деген үміті жоқ сияқты. Мүмкіндіктерді
Меншікли отандасымыз соққы жасап үлгерді. Бүкіл әлемдегі бокс сериясында да өнер көрсеткен Сергей Ковалев секілді боксшылардың жасаған жоқ бұл раундта. Бастысы жекпе-жек өз бақылауында. Үзіліс кезінде бапкерден жақын қашықтықта жұдырықтас деп кеңес алып шыққан Баландин солай жасамақ болып көреді. Артқа шегініп Баландин да бұл жерде қазақ. Алайда алғашқы шабуылдан соң-ақ Мейірімнің қарымда шабуылдарын өткізген ол бірден артқа қаша бастайды. Бұл раундта орыс боксшысы отандасымыздың барлық соққысын бетімен тосып алды десек те болады. Мейірім бұл жекпе-жекте қарсыласын құлатпай-ақ қоюды жөн деп шешкен секілді. Сәтті аяқтап отыр. Аяқтау керек. Ашық айқасқа кел дегендей. Ай, әдем. Ай, міне тағы да. Қазір Нұрсұлтанов қарсыласына соққыларын тартып. 6-шы раундта Мейірім енді қарсыласына да жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Дегенмен орыс боксшысы тым таңдайсыз кетпеу үшін арасында жазалап қоюды да ұмытпайды. Сейчас возвращает этот должок. Отлично попадает правду и делает Мейірім Нұрсұлтанов сейчас в ринге. Боксер из Казахстана. Той плеядой представителем, где он выступал за сборную в профи. 10 секунд до окончания 6-го раунда. Отлично. Да, по всей видимости. Жетінші раунд ортасына дейін Мейірім негізінен қорғаныста өнер көрсетуді жөн деп шешкен екен. Осыны пайдаланып шабуылда еркінси бастаған Баландинді раунд соңына қарай отандасымыз біраз сабапталады. Мейірім Нұрсұлтанов сондықтан да сену қиын. Қарсыласқа да бұл қолмен тұрған хук де жаман емес Мейірімнің. Міне тағы Мейірім Нұрсұлтановтың ұрған соққысын көрдіңіздер. Мейірім Нұрсұлтанов тарапынан жасалған. Қазір Мейірім Нұрсұлтанов жақсы жұмыс істеп. Және 7-ші раунд. 8 раундқа жоспарланған жекпе-жектің соңғы раундында қимылдап қалғысы келген Баландин отандасымыздың қарындас соққыларын өткізсе де алға жүруін тоқтатпайды. Кәсіпқой боксқа ауысқандағы бірінші кездесуінде міне қазір шегініп бара жатыр. Мейірімнің сол қолмен ұрған соққысы кәсіпқой бокстағы 14-ші жеңісіне қол жеткізуге жақын. Міне өте мықты екен. Дегенмен темірден жаралмаған, бірақ өте мығып. Раунд соңына қарай шегінбей соққы алмаса бастаған Мейірімнің бір соққысы қарсыласының капасында ұшырып жібереді. Комбинациялардан жіберсе, шүбәсіз жеңіс бізде болатын еді. Капасы ұшып кеткен, Осылайша төрешілердің бір ауызды шешіммен Мейірім өзінің 14-ші жеңісіне жеткен болатын. Төрешілердің бір ауыз Қазір Мейірімнің қанжығасында 19 жеңіс бар. Оның 11-інде қарсыластарын уақытынан бұрын жеңген. Осы жылы өткен 19-шы жекпе-жегінде әлі жеңіліс көрмеген жапондық нокаутер Кадзудо Такесаконы ауыр нокаутқа жіберген болатын. Енді міне Алла қаласа чемпиондық белдікке де бір қадам қалды десек те болады. Егер Мейірім жеңіске жетсе, келесі жекпе-жек WBC белдігінің иесіне қарсы болу керек. Дәл қазір осы тұжырым бойынша әлем чемпионы Джермал Чарло 2 жылдан астам уақыт жекпе-жек өткізбегендіктен оны чемпиондық атағынан айыратын секілді. Сол себепті отандасымыздың келесі қарсыласы WBC уақытша белдігінің иесі доминикандық Карлос Адамес болуы әбден мүмкін. Бұл боксшы өте мықты әрі жылдам. Головкин мен Чарлоны біраз терлеткен Сергей Деревянченконы Адамес оңай жеңіп кеткен болатын. Алайда Мейірім Деревянченкодан әлдеқайда мықты боксшы, әрі тактика жағынан өте сауатты. Сол себепті батырымызға ешқандай Карлос Адамес немесе Джермал Чарлолар кедергі болмайды деп ойлаймын. Алла қаласа орта салмақтағы барлық белдіктер қазақ батырларының қолында болатын күнде алыс емес шығар. Мені бірақ бір сұрақ мазалайды.
Егер Мейірім WBC-ді алса, онда Жәнібектің абсолюттік чемпион болу жоспары бұзылатындығы анық. Онда қазақ стайл 76 келіге көтеріле ме екен? Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийға жаза отырыңыздар. Видеоны соңына дейін көріп тамашалағандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Ұнаса міндетті түрде лайк басып каналды қолдай кетіңіздер. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.